өте әдеміге алтын жалатылған сияқты, алтын жалатылған осындай бисерлерден біз екеуміз, жоқ, сала қойшы мынаның ішіне. Осыдан біз екеуміз қалта дайындаймыз. Қалта жасау қазақ халқының атадан келе жатқан жаққан дәстүрлердің бірі. Қой қоржынын аты айтып отырғандай қойға арналған қоржын, оны ұлдары үйленгенде бір қалтасына, кейін екінші қалтасына тәттілерін салып апарады. Той-думандарға тойға келетін құдағилар қоржын дайындайды. Бұл әрине құдалар арасында қарым-қатынасты жақсарту және сый-құрметті арттыру мақсатында қолданылып отырған дәстүр. Жалпы қазақ халқында қандай салт дәстүр болмасын, өзінің мән-мағынасы бар. Біз қызымыз екеуміз көкесінің тойына арнап осындай біз қалталарды жасауды жөн көріп отырмыз. Қоржынның алдыңғы жағын, яғни бет жағын бисер пайеткамен ою өрнектеп шықпақшымыз. Ең алдымен біз матамызға оюымызды түсіріп алдық. Кейін оны пайеткамен бисермен тігеміз. Бисер мен пайеткамен тігу бұл бұрыннан келе жатқан өнер десек те болады. Қоржынымызға ерекше сән беру мақсатында сол техниканы біздің қоржындарымызға, қалталарымызға осы ойларды неге тікпеске деп ойладық. Ой келді сондай. Пайеткамен тігудің ең оңай жолы қарапайым түзу тігістер. Иненің матаның алдыңғы жағына жылтырдың ортасы арқылы өтіп, оны бисермен бекітеміз. Міне, өздеріңіз көріп жатқандай, біздің оюымызда міне бітуге жақын қалды. Бәрін айтқандай тігіп шықтық. Қалтамыз осымен аяқталды. Қалтамыз біздің өте әдемі шықты.